Мына тағы бір видео. Жартылай ащы бұрыштардың өсу барысы осындай. Қызанақтың көшеттерімен жобамен бірге аралары, енді бірге деп айтсақ болады, аралары бір-екі күн шығар, немесе бір күнде ма, оны қарау керек видеодан. Егілсе де бұлар ептеп нәзіктеу, сабақтары жіңішкелеу. Жалпы өзі негізі осы жартылай ащы бұрыштар нәзіктеу болады, және де бойлары кішірек болады негізі. Үлкен болып дәу болып өскенін көрген жоқпын. Мен тәжірибемде сондай. Мынау ептеп ыдыста қалғаны, бұларда бөлек отырғызу керек. Шамам келгенше қолымнан босағанда мына жеке-жеке ыдыстарға отырғызып қойған болатынмын. Мынау қызанақтар көшеттері кішірек. Бір-екі-ақ күн болды осы стаканға жеке отырғызғаныма. Мынау алдындағы көшет қып кішкентай салат жапырақтарын анау жерден алып отырғызған болатынмын. Өткен видеомды қарасаңыздар болады. Сол қатар. Бұл жерден әлі жеп салат жапырақтарын алған емеспіз. Өздері өсіп жатыр, бар өскені осы, бірақ жаман емес енді. Міне бір-біріне кедергі келтіріп тұрған жоқ. Жақсы қысылмай өсіп жатыр. Мына жерде тәтті бұрыштар негізі қызанақтан бірге егілсе де қызанақтан кешеуілдеп шығып жатыр. Негізі солай бірдей шықпайды. Мына қызанақтардың мына жердегі міне осы алып мына стакандарға отырғызғаным сол қатардан. Енді міне бір-біріне қызанақтар кедергі келтіріп тұрғаны осындай болады. Анау кішкентай кездерінде айтамын ғой, кейін кедергі келтірсе бөлек отырғызам деген сияқты. Енді соны көрем десеңіздер, міне бір-біріне жаңағы жапырақтары тиіп сондай болып жатыр. Дегенмен де бұлардың ара қашықтығын міне саналы түрде ептеп қалдырып отырғызған ғой, бір жерге үйе салмай. Енді ғана біраз өссе де енді ғана кедергі келтіріп жатыр. Мынау кейіннен босаған жерге, қызанақты алып, алдыңғы қызанақтарды алғанда босаған жерге кішкентай ана жерден алып бөліп отырғызып қойған салат жапырақтарын. Бұлар да жақсы өсіп келе жатыр. Міне алдында сол қызанақтармен бірге еккен баялдылар. Міне баялдылар. Сол баялдылар міне мына жерде қаншамасы өсіп тұр. Мына қатар өсті. 2 айдан кейін өсті ғой. 2 айдан кейін де өседі екен. Өйткені жаңағы ең бастысы тұқым шіріп кетпесе, сондай болса сақталып жата береді екен. Сол мына салат жапырақтары күнделікті жеп жатырмыз деп әр видеомда айтам. Бүгінгі видеом осы. Назарларыңызға рахмет.